Қазақта әдемі қарттыққа жеткен әрбір жан шөбересінің қолынан май жалап, алақанынан су ішуді армандайды. Бұл барлығына бірде бұйыра бермейтін бақ десет жұрт. Ал арна тілшісі 97 жастағы ақтөбелік ақжаулықты әжейдің ұзақ ғұмыр кешудегі сапарының мазмұнды жолдары мен қатар шөбересінің алақанынан май жалаған тарихи сәтіне куә болып қайтқан болатын. Нақтырақ сюжет көрейік. Есік алдында төбе болса, ерттеулі атпен тең, үйіңде қартың болса, жазулы хатпен тең демекші, қарттарымыз тамырын тереңге жіберген бәйтерегіміз, тереңдегі тарихымыз, адастырмайтын ақылшымыз, ақ дастарханға бата берер дуалымыз. Олар аман болса, біз даманбыз. Ақтөбе ауылдық округіндегі Матира Байдуалова әжей ғасыр жасқа жетіп, бүгінде өсірген ұл қыздарының рахатын көріп, немере шөберелерінің қызығына тоймай күн кешуде. Жалпы әдемі қарттыққа қол жеткен қарияларға жақсы ізгі ниет тілегенде, немере шөберелердің қызығын көріңіз, жүз жасаңыз деп жатамыз. Сөйтсек, қазақ үшін өмірдің бір қызығы шөберенің алақанынан май жалау екен. Осылайша, бүтін бір әулеттің ұйытқысы болған Матира әжей көптен бері ойлап жүрген арманын іске асырды. Шөберенің қолынан май жалау, шөпшектің қолынан май жалау деген ырымдарымыз бар. Мына енеміз, мына шөберенің қолынан май жалап, осындай ке балам, шөберенің қолынан май жалап. Май жалап. Шөберенің қолынан май жалап. Сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпеген бүгінде 5 қыз 4 баланың немере шөбере шөпшектерінің ортасында ғибратты да бақытты тірлік пен әдемі қартаю үлгісін көрсетіп отырған әжей үнемі елдің тыныштығы мен бірлігін, ұрпақтарының амандығын тілейді. Ғасыр жасқа жеткеннің өзі Алланың маған берген үлкен сыйы деп біледі. Енді Құдайдың берген өмірін жасаймын. Батыр аман болсын, ел аман болсын. Бana ішінде мен де жасаймын. Мен келін болып түскенде әжем өзі басыма орамал жауып, өзі келін ретінде қабылдап осы жерде. Сол күннен бастап әженің батасын алып, Құдайға шүкір, жаман болып отқан жоқпыз. Әр не істесеңіз де өзінің батасын беріп, көп жаса, бақытты бол деген сияқты үлкендердің алғысын алған өте жақсы ғой. Өзі анам айтушы еді. Әжем, білмеймін, біз әжесіз елестету қиын. Осы уақытқа дейін бауыр басып, өзімнің туғанымдай болып кеткен адамда. Сол біздің қасымызда өмір бақи болса екен деп тілеймін, болды. Басқа ештеңе емес. Шөберенің алақанынан май жалау, су ішу дәстүрі қазақта әдемі қарттықтың бір белгісі саналады. Шөбере қолынан су ішкен адам бұл дүниеде бақытты, о дүниеде де жолы ашық, жеңілдік болады деген наным сенім бар халықта. Қалай болған күнде де 4-ші, 5-ші ұрпақты көру көп жасау белгісі ғана емес, ұзақ ғұмыр кешудегі сапарының мазмұнды жолдары екен анық. Баршаңызға шөберелеріңіздің алақанынан май жалауды нәсіп еткей. Халима Мақсатқызы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәтел арнасының жаңалықтар қызметі.